Үшінші сұрақ. Маған үш адам бір сұрақты қойды. Мен діни адаммын дейді. Мен жазған жоқпын, бірақ есімде қалғанымен қазір сұрақты айтайын. Мен діни адаммын. Діни жолда жүріп, невроз болған адам не істеу керек дейді. Енді жауап бергім келмеген негізі. Өйткені дін деген ол біреудің сезімі. Әркім өзінің құқығы өзінде. Дінге сене ма, дінді ұстана ма, ұстанбай ма, маған бәрібір. Бәр адамды бірдей құрметтеймін, сезімімен, қалауымен бәрін. Бірақ дін жолында енді невроз дегенге мен жауап беремін ғой. Менің салам ғой. Дін жолында жүрген адамдар, мен өзім невроз болған кезде, біз бір группада отыратын едік, неврозбен зардап шегушілер. Сол жерде христиан дініндегі діни адамдарда отыратын еді, ислам дініндегі діни адамдарда отыратын еді. Сол дінде жүріп невроз болған адамдар отыратын еді. Мен сол кезде біреумен танысқам. Сөйтіп, ол ислам дініндегі адам невроз болған. Бүкіл группасына кірсеңіз, ол бір топта, ислам діні деуге бола ма, болмай ма, әйтеуір бір топта террористік топ па, бір нәрседегі адам. Барлығы мынандай нелер группасындағы жазып отқан жазулар, барлығы бір діни топтағы адамдар екінші діни топтағы адамдарды қаралап, сенікі дұрыс емес, сен деген күнәһарсың, сенің бетіңнен салу керек деген ба, саптас. Сондай нәрселер, оның әлемі сондай да. Діни жолда, егер сіз діни жолда жүріп невроз болған болсаңыз, сіздің шығуыңыз невроздан өте қиындау болады. Өйткені невроз болған кезде, өзінің былайша адам невроз болған кезде ішіндегі қақтығыстар көп болса, сізде одан да көптеу, оған діни мәселелер қосылады, конфликттердің арасына. Сіздің дінге қатысты айтатын қарсылықтарыңыз бар, бірақ бір бөлігіңіз бар, оны айтқыздырмайтын. Сонда екі бөлік жанжал болып жатыр ішіңізде сіздің. Сіз діннен, ол үшін мен қазір бір мындай болғым келмейді. Діннен қайтарушы адам ретінде маған бәрібір, кімнің не сенеді, не сенбейді, маған бәрібір. Қысқасы, атеистерді де сыйлаймын мен, дінді ұстанатындар маған бәрібір адамдар. Бірақ сіз невроз деген мәселе бойынша айтып отырмын. Невроз болсаңыз, сізге қиынырақ болады. Сіз өйткені ашық өзіңіздің діндегі қарсылықтарыңызды, өзіңіздің ішіңіздегі бір тұжырымдарыңыз, түсініктеріңіз бар. Діндегі түсінікке екеуі бір-біріне тура келмейтін. Мен түсіндіре алам деп, сыпайы сөздермен астарлап айтам, өзіңіз түсініп алыңыз. Діндегі бір түсініктерге сіздің түсінігіңіз тура келмейді. Сіз мына діндегі бір мәселелерге қарсы шығады ішіңіздегі бір бөлігіңіз. Бірақ ол қарсы шығып айтып, өзінің пікірін, қарсылықтарды айту үшін қорқады. Ол діннен немесе өзіне запрет деген не дейді? Қысқасы сондай айта алмайсыз. Мойындай да алмайды дінге қатысты өзінің бір ішіндегі бір тұжырымдарын қарсы шығады. Содан кейін осы екі бөлік төбелескеннен невроз болады. Көп діндегі адамдардың неврозы. Ал енді не істеу керек сізге, Ол дін бойынша мен бір психологпен бір кісі бар, мен бірінші рет консультация жасаған орыс кісі. Сол айтатын, діндегі невроз болған адамды көп психолог алмайды. Өйткені сізге көп внушениелер жасалынған, сізбен жұмыс істеу үшін бір қиын мәселе да бұл. Бірақ мен бір ұсыныс қана жасай аламын, сіз өзіңізді іздеңіз. Не қалайсыз? Нені жақсы көресіз?
мына сіз өзі діни адамсыз ба деген мәселеге, сұраққа өзіңізге жауап іздеуді мен ұсыныс жасар едім сізге. Шын сұрақ қойып, өзі мен діни адаммын ба? Дінге менің осыншама сұрағым болса, осыншама нәрселеріне қосылмасам, мен өзі қандай діни адам болуға міндетті ма өзі адам? Мүмкін сіз ғылымның адамы шығарсыз, мүмкін өнер адамы шығарсыз. Мен кіммін деген сұраққа жауап іздеп, іштегі жанжалдарды басудың жолын іздеуді ұсыныс жасаймын. Басқа ешқандай, мен өзім ешқандай діни жолмен невроз болған адамды қабылдамаймын. Тренингіме қатысып, информация алып, үреймен, қорқынышпен жұмыс жасауға үйренуіңізге болады бірінші стадиясында да. Бірақ одан кейін үреймен, қорқынышпен жұмыстан кейін бізде екінші бөлік бар неврозбен. Неврозға әкелген мінез, тәкаппарлық, бірбеткейлік, жан-жақты ойлауға үйретемін мен бір мәселеге. Сол кезде мысалы діни мәселелер шығады сіздің алдыңыздан. Сіздің қарсылық көрсетіп жатқан мәселелеріңіз шығады, тұжырымдамаларыңыз дінге қатысты. Өзіңіз де біліп жатқан шығарсыз енді. Сондай тұжырымдамаларың шыққан кезде сізде жанжал көтеріледі, ол одан ары қарай. Сол үшін мен сізге келіңіз, бірінші жеке консультацияға қабылдамаймын, түсінеді деп ойлаймын. Өйткені мен ондай внушение жасап, діни мәселелерді сөйлесіп, адамдар түсіндіріп бере алмаймын. Ол саланың маманы адам емеспін, мен діни адам емеспін өзім. Екінші, сіз егер діни жолда жүріп невроз болған болсаңыз, менің бірінші тренингіме келіп, үреймен, қорқынышпен жұмыс жасауға, стресске төзімділікке үйреніп шықсаңыз болады. Бірақ ол үрей қайталана береді ғой, ары қарай жұмыс істелмесе. Сіз бірақ қолыңызда қару болады да, үрейден қорқпайтын болып шығасыз. Сондай жақсылап ойлануға, дін жолында жүрген адамдарға мен бір нәрсе айтуға да қорқамын, бір ұсыныс жасауға да қорқамын. Олар категоричный, бір бағытта сен күнәһарсың, сен мынандайсың. Ондай сөздер маған керек емес. Әркім өзі біледі, қалағанша. Дінде жүріп невроз ұнаса, солай өмір сүріңіз енді. Өзіңіздің таңдауыңыз, өзіңіздің қалауыңыз. Бүгін менің сұрақтарға, 3 сұраққа жауап бердім. Ендігі жол тағы бір 4-5 сұрақ дайындап қойдым. Тағы бір аптадан кейін шығарамыз.